Сәлематсыздар ма, каналыма хош келдіңіз. Мен бүгін өте тамаша соленый жауып көрсететін боламын. Помидордан, капустадан араластырып. Ет тағамымен өте тамаша кетеді. Қыздар, менімен жасап көріңдер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Алдын ала көкөністеріміздің барлығын жуып, осылай турап дайындап аламыз. Міне дәл осылай тап-таза қылып жуып дайындаймыз. Қақпақтарымызды, банкаларымызды қойып стерилизовать етеміз. Барлығын осылай қойып, әрқайсысын 2-3 минуттан қайнатып стерилизовать етем, қыздар. Капустамызды дәл осылай банканың аузына сиятындай қылып тураймыз. Өте тамаша соленый, қыздар, менімен жасап көріңдер. Міне дәл осылай дайындап қойдым. Банкаларымыздың бәрін стерилизовать еттік. Енді ішіне салып шығамыз. Қара домалақ горошкадан әр банкіге 10-12 штуктан салдым, қыздар. Әркім өз қалауына, енді одан аз салам десеңіздер де болады. 7-8 штук. Лабыр жапырағынан әр банкіге 3-4-еуден тастап шықтым. Не дәл осылай барлық банкіге. Енді сарымсағымызды саламыз, әр банкіге 4 штуктан. Бұның толық мөлшер килограммдарын описаниеде жазып өтетін боламын, қыздар. Әр банкіге 4 бастан тастадым. Қызыл острый перецімізден турап салдым, менікі үлкен еді. Әр банкіге 1 кусок тастадым, қыздар. Дәл осылай әр банкіге 1 кусоктан. Енді хрен жапырағымыздан қиып, жуып, дайындап қойдым, қыздар. Банкінің астына да тастайым, осылай помидорларды реттеп салып атқанда орталарына да тастап кетем, қыздай. Укроптың басын салдым, осылай. Міне дәл осындай қылып, бастарының бәрін қиып алып, салып шықтым, қыздар. Енді капуста саламыз. Укроптың өзін салсаңыз да бола береді, оның еш несі жоқ, қыздар. Маған осы басын ағасын осылай салдым. Капустан жақсылап ішіне салып, дайындайтын боламыз. Міне осылай барлық банкіге капустаны бөліп салып шығам алдын ала. Осыны салып болғаннан кейін помидорларды салатын боламыз, қыздар. Енді помидорларды саламыз. Помидорларды салғанда помидорларды тесіп саламыз. Салған көкөністеріміздің бәрін бір-біріне дәмі сіңу үшін, қыздар. Ішіне барлық ашулары, чесноктың дәмі барлығы сіңу үшін дәл осылай тесіп саламыз, қыздар. Помидордың соленыйға қатысын алғандықтан ол ішіне дәмі сіңбей қалады. Вилкамен тессеңіздер де болады, қыздар. Өте тамаша соленый, қыздар. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма өтсеңіз, пайдалы ақпараттардың барлығы бар. Помидордың құр өзін жауғандар, огурцы, барлық жапқандарымды салып қойдым, қыздар. Міне дәл осылай барлығын салып шықтық. Мен болгарскийді ең соңында салам, қыздар. Банкының шетінде әдем болып тұру үшін. Міне дәл осылай қылып, қаласаңыз ең соң алдында бірінші салып жіберсеңіз де болады астына. Әркім өз қалауын жеріне сала береді. Мен өстіп салғанда әдем болып тұрады, соның үшін осылай саламын. Қалған хрендерімізді де іштеріне, қалған хрен жапырақтарымды да тығып шықтым, қыздар. Міне дәл осылай салып шықсаңдар болады. Міне өте тамаша, әрі көрікті болып тұрады, қыздар. Суымыз қайнап тұр, енді үстіне құйып, барлық банкының толтырып құямыз. Бетіне дейін суды құйып, 20 минутқа жауып қоямыз, қыздар. 20 минуттан кейін
осы суды қайтадан қайнатып, тұзын салып, уксусын тамызып, жабатын боламыз. Банканы судан толтырып қойыңыздар, қыздар. Не дәл осылай. 20 минутымыз өтті. Суын құйып аламыз да барлығын. Қайта осы суды құйып, жабатын боламыз. Не дәл осылай. Осы суды отқа қойып, қайнатамыз. Су қайнағанша тұзын салып шығамыз, қыздар. 2 литрлік банкіге 2 ас қасық толтырмай саламыз. Екі ас қасық толтырмай саласыңыз, қыздар. Үш литрлік банкіге 3 ас қасық, қыздар. Міне дәл осылай, бұлар 3 литрлік банкі, қыздар. Менде 4 3 литрлік банкі, 8 2 литрлік банкі жаптым. Барлығы 12 банкі. Міне суымызда қайнады. Суымызды құйып, уксусымыз тамызып, банкыны жабамыз, қыздар. Өте тамаша соленый, қыздар. Менімен жасап көріңдер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Міне осы уксустың 1 қасық толтырмай құямыз. Енді банкыны жабатын боламыз. Өте оңай жолдарымен жабылатын рецепттердің барлығы каналыма өтсеңіз көре аласыздар, қыздар. Міне тұзын ерт жібереміз. Кішкене банкыны домалатып, банкыны жауып болғас. Міне қыздар, өте тамаша, әрі әдемі болып тұр. Болгарскилар шетіне салғасын. Осылай банкыларымызды жауып тастаймыз. Айналдырып кішкене тұзын ерт жібереміз. Қыздар, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Ас болсын.